Білдім мен деп айтыңыз іште. Лақат роватса сияқты болып сондай сияқты болды. $734 туысқаныңызға жіберіңіз. Менде бір 2,5 миллиондай ма болды. Жарты сағат уақытыңды бөлсең, саған оңай ақша табатынына көзім жетті. Бүйтсең ақша табатын нәрсе ғой, былай қарасаң. Сен не банктан алатсың ба дейді. Бара салып оған табыс табу керек та оған. 80 адам бірігіп трейд жасап отыр. Бір аптада $350 істеген едім. Трейдингке келгелі бері өмірім 180 градусқа бұрылды десем де болады. Көзден жас ағады ғой. Шүкір деп. Мерседестің вообще түсіме кірмеген ғой. Қайырлы достар, сіздермен бірге Ербол Туашев. Бүгін бізде студияда қонақта Қазақстандағы жұлдызды трейдер десек болады. Біздің iTrade академиясының 25 ба, 26 ма? 25-ші потогын түлегі Жадыра ханым келіп отыр. Жадыра ханым, қош келдіңіз. Қош көрдік. Қашан бітірдіңіз сіз? Біз 25 сентябрь күні бастадық. Бір октябрьдің басында бітірдік. Дауысыңыз сәл қаттырақ шығар. Октябрьдің 10-дарына қарай ма бітірдік қой? Октябрьдің 10-на қарай бітірдіңіз. Сонда қысылып тұрың кішкене. Ойымдамыз, сонда 1,5 айдай болған бітіргеніңізге? 1,5 ай болды ма? Иә, 1,5. 2 ай 1,5 ай дейік. Жақсы, Жадыра ханым, енді өзіңізді таныстырып өтсеңіз, жасыңыз нешеде, немен айналысасыз, мамандығыңыз қандай деген сияқты? Жасым 29-да, 95 жылғымын. До этого медицина саласының қызметкері болдым. Менің есімім Жадыра, толық жасым 29-да, медицина саласының қызметкерімін. Осы уақытқа дейін медицина саласында жұмыс істеп келдім. Медицинаны неше жылдан бері жұмыс істеп келдім, оқыдым. Қазіргі таңда басқа жақта компанияда жұмыс жасаймын. Тұрмыстамын, балам жоқ. Бала күтудеміз дегенде. Иншалла. Иә, Құдай қаласа болады деп ойлаймын. Иә, иншалла, Алла бұйырса. Медицина саласында дедіңіз, иә? Иә, медицина. Қазір мамандықты ауыстырып жатсыз, қателеспесем? Ауыстырып қойдым уже. Иә. Офисіне жұмыс. Мен кішкентай кезімнен өзім армандаған жұмысыма осы медицина саласы әке-шешемнің несі болды, арманы болды, мамамның арманы дейінші. Бізде қыздарда медицина и мұғалімдік қой, екі мамандық, басқа ешқандай мамандық таңдамайды ғой. Соны мен медицинаға жіберді ата-анам, олардың армандары бойынша. А менің арманым қалып кетті сол жерде. Бірақ мен оны жұмыс істеп жүріп, мен өзім оқып алдым, ол әке-шешем айтпай, соны бітіріп, өзім сол жұмысқа кірдім. Сонда мамандығыңыз қандай негізі сонда? Бітірген жаңағы сайтыңыз ғой? Қазіргі бітіргенім ба? Иә, оқып алдыңыз. Учет и аудитті. Учет аудит. Қазір бір компанияда офиста отырамын. Атын айтуға болмайды. Болмайды. Үлкен Қазақстанда белгілі бір компания. Үздік компаниялардың бірі, сол үшін айта алмаймын. Секрет болсын. Енді жұлдызды қонақ, жұлдызды трейдерді бекер айтып отырған жоқпын. Жадыра ханым, табысыңыз туралы айтты дегенде. Ең үлкен табысыңыз бір күндегі. Бір күндегі, қазір мен доллармен сөйлейтін болғанмын бұрын. Сендерге де жоғысты болсын. Теңгемен сөйлейтінім бұрын, теңгені долларға ауыстыра алмайтын едім да, қиын болатын еді, қанша доллар болады деп. Қазір доллар, бірақ қанша теңге болады деп қазір қиналатын болдым ғой. Бір күндік тапқаным $1100 көрсеткенім бар ғой сол. $1100, $1100 дегеніміз где-то 550 мың теңге бір күнде. Бір күнде. Ал бір күн ішіне қанша уақыт кетті? 1 сағат, 2 сағат деген сияқты. Оған көп уақыт кеткен жоқ. Мен анализ жасадым. Жоғарылайтын білдім, оң кететінін, қойдым да, жүре бердім. Без стоп-лосс ештеңе қойған жоқпын. Қай жаққа дейін барады екен, маған интересно болды да, мен сол жаққа дейін стай беремін дедім да. Ол кетті. Где-то бір кешкі 4-тен кешкі сағат 7-ге аралығында шығар, 3 сағат. Қарап бетін мән бермей жүрдім ба, қарағанда жоқ ма особо. Плюс болса да ренжімеймін, минус болса да ренжімеймін дедім. Бірақ қарасам патологына барды, сосын өшіре салдым. Дальше кететін еді, мен өзім тоқтаттым сол жерден. Жақсы, енді бір күнде 550 мың деген еді, вообще негізі мықты ғой, өте жақсы результат ғой. Бір айлығым ғой мен. Бір айлық. Қазіргі жұмысым бойынша бір айлық. Орташа жалақы Қазақстанда 280 мың ба, қателеспесіз ол? 280 емес. Даже одан да төмен. Ол біздің өкіметтің айтуы бойынша негізінде 100 мың, 150 мың арасы шығар. Одан да төмендер де бар ғой, бірақ біз білмейміз де оны. Қазір көтеріп айта береді ғой. Жақсы, енді бұл жерде табыспен қатар кейде минус та болып тұрады. Ең үлкен минусыңыз бір күнде? Ең үлкен минусым теңгемен айтқанда 500 мың теңге болды. 500 мың теңге? 500 мың теңге болды. Не себепті? Жоқ, доктаптырым. $500 ма? Қанша болады? Ойбай, 250 мың доллар. 250 доллар. 250 доллар. 250, это 500 мың теңге емес па? 250 доллар жоғалтыңыз. Так, тоқтап тұрыңызшы. $500 қанша болады? 250 мың теңге. Сол 250 мың жоғалтым. 250 мың теңге бір күнде? Иә. Жақсы, енді давайте көрдік. Не үшін жұлдыз трейдер деп айтқан белгілі болды. Енді давайте былай айтайық. Трейдингке жалпы қалай келдіңіз, неден бастадыңыз, не түрткі болды? Қазір салалар көп қой, неге именно трейдинг таңдадыңыз? Басында біз осы
кем екеуміз ата енемен тұрдық та басында, сөйтіп біз шығып кеттік, бөлек шығатын болды. Осы Астана қаласында. Астанада, иә, күйеуімнің өзінің 2 комнаталы үйі болды да, ата енемізге тастап кеттік бауырларына. То есть өзінен кейін інісі бар, соларға беріп кеттік дегенде ғой. Сөйтіп біз квартираға шыққан кезде басында кішкене қиналдық, ақша жағынан қиналдық, как раз бала күтіп жүрміз, 2 жылдан бері асты, болмай жатыр. Сол жағынан қиналдық, сөйтіп Ташкентке бардық, емделдік, Шымкентке емделдік та, и сол кезде қатты қиналдық. Ағайындар, туысқандар ешқайсы бізге андай. Оларда да ақша жоқ та, біліп тұрмыз, бере алмайтынын да біліп тұрмыз. Біз өзімізде ақша жоқ та, кредит алғымыз келмейді, кредитке кіргіміз келмейді. И так та біз машина алдық та, сол кішкене кредитіміз бар. Сол жағында ойлап, қой кредит алмай-ақ қояйық, бір нәрсе қылармыз деп сөйтіп жүрдік, ақырында болмаған соң Жилстрой кішкене ақша бар еді. Ол Жилстрой бір рет шешіп тұрады екен, екінші рет полный жауап тастайды екенсің ғой, сол бір рет шешіп алдық сол операцияға. Емделген кезде до этого бізде қазақтарда келін кінәлі дейді ғой. Сөйтсек, акаса менің жолдасымнан болып тұр екен да, сол диагноз. Содан кейін қазір операция болды да, мен жылағым келіп тұр. Жарайды, көңіліңізді босатпаңыз, иә. Салфетка көрсекші, өмір болған соның арасында қиындықтар да болады, қуанышпен қатар. Сіз жалпы сол эмоцияңызды көп көрдік, курс барысында да, мысалы. Мен эмоциональный человекпін да. Любой нәрсе күле алам, и любой нәрсе жылай алам. Жылайын демегем негізі. Бірақ білдім мен жылайтынымды, іштей. Реалити бағытында да, қазір ол реалити дос тоқталымыз. Бәрі группаластарында қимай, жылап. Өз алдына жылап. Мен іздеп жүрмін, сізді қайда кеткен деп сөйтсем, сіз терезенің алдында жылап тұр екенсіз. Иә, сондай адам. Кино көрсем де сөйтіп отырамын мен андай. Білмеймін, қатты қуана аламын, и қатты жылай аламын да. Жақын. Барынша жылайыншы. Өзім ұялып қалдым ғой жылағаныма. Сөйтіп, операция болды, наркоз болды, 3 сағаттай. Ақша жоқ. Сөйтіп, шешіндім, барып Жилстройдан шешіп аламын деп. Негізі қимадым Жилстрой. Өзімнің бұрыннан тұрмысқа шықпай жинап отқан ақшам ғой, енді ешкімге айтпай. Сөйтіп, жарайды дедім да, бәрі де күйеуің ғой, бұл өмірде әке шеше бәрі қалып кететін, күйеуің ғана, досың да бәрі қалады, только күйеуің ғана. И сонан кейін шешіп өттік. Кейін кішкене қиналдық жұмыс жағынан. Оны жұмыстан шығу керек, оған жұмыс істемеу керек та, андай 6 ай нагрузка болмайды деді. Сондай, ол жұмысынан өзінің істеп жатқан, ол да медицина қызметкері. Ол да шықты, менде кішкене бессодержание болды, андай отпуска болды, ары қарай больничный, кішкене жұмысқа бармау. Уже менде іштей депрессия болды да. Біз күткен жоқпыз до этого, осы Астанадан емделдік қой, полный медицина бізге жақсы деп айта берді, а бізге сол Шымкент, Ташкент точно диагнозын қойды. Сонда да ақшаға любой нәрсе деп. Көп жерге келген кезде ақшамен шешеді, соған көзім жетті. Операцияны біз платный істетеміз дедік, андай бесплатный поликлиникаға барып жүргіміз келмеді да, ол анализ, мына уақыт жоқ. Платный десең, бір пасте, любой жерде, қай жерде ақшаң бар, мен соған көзім жетті да, любой адам саған жүгіріп кететін. Кімде ақша бар, сенде ақша бар ма, и сенімен адамдар араласады да, уже жоқ па, сен оларға керек емессің дегендей ғой. Қазір біздің қазақтар сондай ғой, ақшамен ғана араласатынына көзім жетті. Сөйтіп сентябрьдің сол басында мен криптовалюта деген нәрсені оқыдым. Қай жылы? Осы жыл. Сол біз қатты қиналдық, июльде операция болды. Август, мен июль, август қиын ай болды, сентябрь 4 ай. Мен үшін өте қиын ай болды да, біз бөлек шыққаннан кейін кішкене бізге күйеуімнің әке шешесімен де кішкене непонятно болып қалдық. Біз мына жақта мен әке шешеммен де кішкене непонятно болып қалдық. Жан жақта да екеуміз ғана. Қиындықтар бәрі қатар болды, қатарынан бірінен бәрі бізге қарсы шығады. Бәрі бізді жау көрді ма, білмеймін, бәрі сондай болып кетті аяқ астынан. Сөйтіп, сон поддержка беретін ешкім болған жоқ. Екеуміз бір-бірімізге поддержка сұраймыз. Ол күйеуім 5 уақыт намаз оқиды, Алладан поддержка сұрады. Сол уақытта мен де соған қарай жығылдым, күйеуім артыма қарай. Қазір таң намазын ғана оқып жүрмін, 5 уақытқа кішкене
келе жатырсыз. келе жатырмын, иә. Негізін айтады, 40 күн оқу керек таң намазы деп естігенмін. Бірақ менікі асып кетті деп, 3-4 деп кетті, бірақ 5 намаз оқуға ниетім бар соған. Мен ойлаймын, бізді намаз құтқарды. И өзім содан кейін психологияны оқыдым, ал психологиямды дамытқым келді, өз-өзімді андай самооценкамды көтергім келді. Менде самооценка төмен болған екен до этого. Соны көтергім келді, күйеуіме поддержка. Мен бермесем, күйеуіме ешкім поддержка бермейтініне көзім жетті. Содан кейін қалай баюға, тез баюға болады деген жолдарын іздедім. Сосын ютубты қарадым. ютубты қарадым, қалай баюға болады деп. Интернетке жаздым, неше түрлі қалай тез баюға болады деп өзім қияли ойларыммен жаздым ғой енді. Іздедім. Сосын қарадым, криптовалюта шыға берді. Содан кейін дальше криптовалютадан кейін осы трейдинг шықты, тендер шықты маған. Содан кейін тендердің оқуын күйеуім алатын болды, тренингті мен алдым. Сонда екеуміз екі жақтан. Бірақ басында біз ойладық андай машинство ма, шынымен бұл жерден ақша бар ма? Трейдингті ма или тендерді ма? Екеуінде ме? Тендерді білеміз да, ол жерден ақша бар екен. Бірақ трейдинг деген белгісіз. Трейдинг белгісіз бізге. Лақат ровод сияқты болып көрінді. Сондай сияқты болып көрінді да. Тендерді енді естіп жүргеніміз бар ғой. Анау тендермен айналысады, бұдан 3-4 жыл алдын естігенім бар, 5-6 жыл алдын естігенім бар. Бірақ тендерді жүгіріп жүресің да, тауарын алып барасың, іздену керексің, ұнамай қалса олар қайта жүрсе, қайтадан сен минус бірінші ақшаны сен төлеуің керексің. Одан кейін олар береді дегеннен кейін сен ақшаңды плюсың деп. Оған жүгіргім келген жоқ мен. Сосын мен оны күйеуіме бердім. Сен машинаң бар ғой, давай сен істеп көрші, сен жігітсің ғой ол жағынан. Давай мен қызбын, тренингті алайын дедім да. Сол сентябрьде сіздердің мастер-класстарыңызға бардым ғой мен. Сол жерде дальше басталды ғой. Өзгеріс басталды. Өзгеріс, иә, сол 25 сентябрь есімде алып. Қазір айтайықшы, жалпы трейдингке келгеннен кейін қазір Аллаға шүкір нәтижелер жақсы болып жатыр. Өміріңізде қандай өзгеріс болды? Және айтып отырсыз, дайыда осындай болды. И трейдингтен кейінгі өміріңізде қандай өзгеріс болды? Мен медицинаны полностью тастадым. Трейдинг сол медицина ол білмеймін, қазір оқып жатқандар бар, қазір мені көріп көбісі ойланып та қалатын шығар. Негізі жаман мамандық емес, жақсы мамандық, Құдайға шүкір. Сол медицинаны мен оқып жұмыс істеп жүріп, адамы системаларға күнделікті ақшамды сол табатынмын. 3-4 жерге барып, карантин кезде тағы да көп. Күнделікті 150 мың теңгедей тауып отыратынмын иногда. Былайша жоқ дегенде 5-10 мың теңгем күнделікті жолым, тамағым деп есептеп жүретін. Қазір ол барасың, 2 сағат уақытың кетеді, отырасың, венасын іздейсің, неше түрлі бірде бар, бірде жоқ дейсіз. Бірде бар, бірде жоқ дегенде ғой. И сосын ойлана келе осы қадамға келдім. Қазір медицинаны полный тастадым. Ол жерде нервный жұмыс қой. Стресс, телефонмен бәрі жаза береді. Мен қазір телефонға қарағым келмейді особо. Сол тренингпен заниматься етемін. И былайша адамдардың смс-терін, уже звоноктарды көтергім келмейді да. Сол шаршап кеткен ғой уже до такой степень. Адамдарға уже жауап бергім келмейді. Выгорание болып кеткен дейсіз ғой. Иә. Кішкене может быть өзіме келіп алып, бір жарты жылдан кейін жауап беретін шығармын. Дәл қазір телефоннан кім WhatsApp-тан жазса, мен уже жауап бергім келмейді. Оқимын и жауап отыра беремін. Черныйға тастап та. Сөйтіп жүріп, осы екінші мамандығыммен жұмысқа кірем деп әрекет жасадым. Сол сентябрьден бастап ол жаққа да долго болды документ. Компания, танымал компания. Иә, танымал компания. Біріншіне отказ келді. Мен ондай жақсы көремін до конца барғанды. Қайта. Не үшін отказ келіп жатыр, неге қабылдамай жатыр, менің қай жерім кем, не болып қалды. До конца зерттеген жақсы көремін да. И ол жаққа да до конца бардым. Құдайға шүкір, қазір кіріп жемісін көріп жатырмын. Сол жақта, иә? Иә, мына жақтан да тоже менде тренингке сіздерге бардым ғой, мастер-классқа барған кезімде басында таң қалдым. Адамдар осылай ақша табуға бола ма екен? Сказка сияқты көрінді. Сказка болды, машинство сияқты болды да маған. Сөйтіп барып алып, мен күйеуіме звондаймын, осындай десем, ол айтады, алдап тұрған шығар, лақа тұрған шығар, сен андай бір секталар болады, кіргіз жүретін, сондай шығар деп, ол басына сенген жоқ. Любой қазақ сенбейді ғой біздерде. Сөйтіп кейін зерттедім, үйге барып та қарадым, сол жерде тұрып та сіздерді зерттеп отырдым. Мен құрып отқан жоқпын, мен телефонды ашып, сыртқа шығып та қарап отырдым, что так, как деп бәрін. Сөйтіп мастер-класстан оқуды алам, сіздермен оқимын, сіздерге барамын деп шештім. Жақсы. Енді жаңа айтыңыз, күйеуім тендер алды, мен трейдинг алдым деп. Қазір екеуіңіз де жарысатын болсаңыздар. Күйеуім бар ғой. Тендерді оқығанда жоқ, оны мен оқыдым, как всегда. Бір жерден тағы бір сабақ алды, оны да оқыған жоқ, оны мен оқып жатырмын.
ол кісінің оқуға деген желаниесі жоқ, просто оған көрсету керек и все. Любой еркектер сөйтетін шығар уже. Кішкене жалқауламыз ғой, біз әйел кісі ғой, всегда үй, жұмыс, бала шаға деп жүрген. Ол кісілер кішкене андай басқа нәрсе да, ол кісінің ойы сразу үй алу, сразу баю дегендей ғой. Оны жайлап оқу керек, шақ жасау керек дегенде кішкене ол жағынан еркелейді, ол жағынан маған сен үйрене бер, сен үйретші маған дейді, наоборот. Қателеспесем, қазір енді ол кісінің наоборот желаниесі трейдинг ашылып, сіз үйретейін деп жүрсіз, иә, үйретейін деп жүрмін, Құдай қаласа. Бірге жұмыс жасаймыз деп тұрмыз. Жақсы. Енді жалпы трейдинг деген біз не өзі? Кейбір адамдар түсінбей жатыр, әлі күнге дейін түсінбей жүрген адамдар бар. Менің трейдинг деген менің өзімнің ойым бойынша оңай ақша табу. Оңай ақша табу. Оңай ақша табу. Менің солай қалыптасты, өзімнің ойымда оңай, ешқандай қиыншылықсыз қара жұмыс істемей, ишак болмай, жай ғана отырып ақша табу. Жалпы новичоктар қандай кеңес бересіз? Неден бастауға болады? Не істеу керек? Қалай табысқа шықса болады деген сияқты? Бірінші, любой адамға кеңесім енді оқу керек, зерттеу керек. Мынау тренинг деген не? Ол дальше қай жаққа дейін барады? Оның тарихы қандай? Қай уақытта, қай жерден шықты? Каждый, мысалы, акцияны, форекс болма, криптовалюта болсын, зерттеу керек екен. Мен соған көзім жетті. Зерттеп барып тұрып, жұмыс жасау керек, кірісу керек, кіріскен кезде де кіріп кетпеу керек, өз-өзін тоқтата білу керек. Бұл жерде де психологияға самое главное, сен мықты болуың үшін, сол оңай ақша табуың үшін психология мықты болу керек та. Соны көзім жетті. Жақсы, енді сіз мастер-класс барысында білесіз, біз 19 жасар Арайланы шақырған болатынбыз. Сіздердің кезінде бірақ Арайланы енді өздеріңіз көздеріңізбен көрдіңіздер, қалындай нәтижеге жетіп жатқан. Ең алғашқы подкастты сол Арайламен түсірген болатынбыз. Құнды қағазын арзан кезінде сатып алып, қымбат кезінде сату. Яғни бұл онлайн сауда. Біздің YouTube арнан оқырмандар біле шығар. Мен осы жаққа келетін кезде мен оны до этого қараған жоқпын подкастта. Сөйтіп кеше осында келетін кезде соныкін қарадым, сосын кешегі сіздің қасыңызда жүрген ондай Ерасылды қарадым. Оның алдындағы алтын ағайымыз бар ғой, Асамат ағай бар екен, анау менімен ұрысып жүрген ағай бар ғой, соныкін бәрінкін қарадым. Күшті подкасттар болыпты. Содан кейін барып, ол кешегіден кейін өзім, мен бүгін не айтам деп келдім ғой. Мен не айтамын, мен ондай сөздік қорым жоқ деп. Сосын қойшы, көреміз, не болса да ол болсын маған екен деп. Әңгіме ғой, былайша айтқан подкаст дегеніміз екеуміз әңгімелесіп отырған сол нәрсе. Просто шынайы. Кішкене мен білесіз ғой, басында камерадан қашып, тығылып. Миллионер болайын деп жатырмын дейді. Мен араласқанымда мен миллионер болайын деп жатырмын. Сөйтіп жүрген адам едім, қазір кішкене шүкір үйреніп қалдым камераға да. Қазір енді келіп уже студияда қонақ болып, енді Арайла сияқты ойлаймын, сіз өзіңіз қонақ болып келіп отырсыз қазір. Сол ғой. Сіз және жұма күні бір табысымды, бір күндік табысымды деп бір нәрсе істедім дедіңіз ғой, соны айтып жүресіз, бір күндік табысыңызға не істедіңіз жұма күнгі? Мен жұма күнгі өзімнің бір танысым бар еді. Бала көтермей жүрген танысыма, соған тапқан табысымды $734 сол кісіге қарай лақтырдым. Бір күндік табысыңыз $734 туысқаныңызға жібердіңіз. Туысқан емес, туыс таныс досым дей берейінші, мен досым деп айта берейін, сол кісіге жібердім. Мен андай айтасыз, басқа біреуге тілесең, өзіңе сауап болады, сол қабыл болады дегендей, ол кісі де балалы болсын деп мен жібергенмін. Сол үшін сол ақшамды жібердім. Мен только ол кісіге де емес, өзім жұма күні, басқа күндер болсын, жақсы табысқа шығып жатсам, қарекет қоры, бар қорлар, неше түрлі, или мешіттерге садақа, солай жіберіп тұрамын. Или болса өзім братишкам бар, студент, соған ақшалай. Негізінде реалити кезінде көрсеттіңіз ғой? Обязательно табысқа шықса, бұл кісі Каспи арқылы сразу жіберіп отырады. Табысты күндік шығарып отырсыз ба? Күнделіктісін күнделікті, или 2-3 күнде бір шығарам. Сразу түседі. Ақшам Каспиде болған соң, ана жақта ойламайды екенсің, табысты бар. Айтпақшы, алдында депозитке жинап жатырмын дедіңіз, қанша болды депозитте? Или айтуға бола ма, болмай ма? Қазір бір 2,5 миллион болып қалды. 2,5 миллион. 1,5 айдың ішінде. 1,5 айдың ішінде 2,5 миллион, и барлық кредиттер жабылды. Опа, осы жерде қазір кешірім сұраймын сөзіңізді бөлгенше. Мен мынандай бір сұрақ қоямын. Осы уақытқа және сіз қарыз кредит болды дедіңіз ғой? Оның суммасын айта аламыз ба, айта алмаймыз? Және айтпай ақ қойыңызшы суммасын. Бір айта салайын, бір 7 миллиондай кредит. 7 миллион. Соны
күйеуім менде бір 2,5 миллиондай ма болды, күйеуімде тоже сондай бір ақша болды да. И сосын өзімнің тағы бір машинаның ақшасынан бәрі бар ғой, негізінде машина алғанбыз күйеуімізге, соның ақшасы. Сөйтіп қазір 4,5 миллион өзінде бір банкінде қалды. Ол өзімкін өзім жабам, саған нагрузка түсірмеймін, сен маған үйрет деді. Хорошодан қалғанын мен жабам. Сіз в общем кредиттің біраз бөлігін жауып тастадыңыз. Өзіңіз кредиттеріңізден толық құтылдыңыз былайша айтқанда, қарыз жоқ. Қарыз жоқ. Машалла. Осылай иншалла әрбір қазақ осылай өмір сүрсе ғой, кредитсіз, қарызсыз. Қазір өзіме андай өзіме демейін, өзімізге уже үй алуға, үлкен баспана алуға ақша жинадамын. Құдай қаласа, мен ниеттім өзім жазға дейін бір 70 миллиондық үй. Машалла, трейдинг арқылы. Керемет, анау кәдімгідей былайша айтқанда душевный подкаст болып жатыр. Соны алғым келіп тұр. Трейдингте мүмкіндіктер көп екен дедіңіз? Мүмкіндік бар екен. Соған көзім жетті. Кішкене ғана бір жарты сағат уақытыңды бөлсең, и саған оңай ақша табатынына көзім жетті мен. Машалла, айтады ғой өзі, неше түрлі психологтар айтады, андай ақшаны сен жақсы көрме, нет, ақшаның артынан сен жүгірме, ақша сенің артынан жүгірсін дегендей. Ақша қазір менің артынан жүгіріп жатқан сияқты болып тұр да қазір. Сол жағы маған қызық болды. Кезінде мен ақшаның артынан жүгіретінмін ғой, таңертең кешке дейін жұмысқа, мысалы суббота воскресенье күндері системаға барып, таңертең кешке дейін жұмыстан кейін шығып тағы да сол ақшаның артынан жүгіретінмін. Қазір ақша менің арқамнан жүгіріп жатыр, шүкір соған. Анау бар еді ғой, ақша сіз ақшаға емес, ақша сізге жұмыс істесін деген, сондай болып жатыр. Сондай болып жатыр, Андай өзіңіз қазір істеп жүрсіз ғой жұмыс, 9-дан нешеге істейсіз? 9-дан кешкі сағат 6:30-ға дейін жұмыс істеймін. Как раз 7:30-да 1 сағатым жетеді дегендей ма? 7:30-да биржа сол. Жоқ, мен сағат 2-де ашылғанын күтіп отырамын, потому что мен анализ жасаймын. Сағат 1 мен 2:30 арасында обед, как раз сол обед біткен уақытта мен қолым босағанда сол чай ішпей, анализдер жасап, бүгін қандай нелермен, акциялармен жасаймын, или форекс не болып жатыр дегендей, соны зерттеймін. Сөйтіп зерттеп жүрген кезінде жұмысында олар қарайды, что за схема дейді, ол кісілер түсінбейді ғой енді. Мен жұмысында кісілер ең кішкентай мен, қалған бәрі 40-та, 45-те, ондай нәрсені білмей, таңертең кешке дейін сол офиста жұмыс істейтін, 24-те 7 ноутбукты алып кетеді екен өздерімен. Больничныйға кетсе де, отпускаға кетсе де өздерімен сол сайттармен жұмыс істейтін, өзінің сол жұмыстағы сайттармен жұмыс істейді. Лишний ондай нәрсені ақпаратты білмейтін адамдар екен. Сөйтіп мен стрелкаларымды көреді, что за стрелка, что сердце болит, өзі айтады, жүректерің ауыр жүрма сенің, енді ол кісілердің бәрі орысша сөйлейтін. Графикті көріп жүректің қағысы жүрегің ауыр жүрма дейді маған. Сөйтіп мен айтамын, жоқ деймін да, енді басында жоқ дегенмін, сосын қоймаған соң деп айта салдым, мен жүрегің ауыр жүрмайды, дедім. Саған онда емделу керек, врачқа бар. Олар ойлап жүр, ЭКГ-ның анда суреті деп жүр. Сосын олар да түсінді, потихоньку. Маған үйрет дейді, мен айтпаймын. Мен айттым, мен мұғалім бола алмаймын. Мен үйрете алмаймын. Мен просто істеймін. Негізі ол жерде жылдамдық керек қой, мен соған көзім жетті да. Любой нәрседе жылдамдық керек. Акцияда да, форексте да жылдам болсаң, плюс болдың ба $50, $100 шүкір деп жауып тастау керек та. Күтіп отыратындарға мен дұрыс емес деймін. Мен басында сол күтіп отырып құртып алдым ғой сол $500-ды. Сол болды. Содан кейін мен күтпеймін дедім. Стратегияңыз қандай сонда? Стратегиям қысқа и плюс и жабу болды. Сол қысқа уақытта тез плюсқа шығып, сонымен сразу жауып тастау. Оны күту деген нәрсені қолдамаймын. Мен басында күтетінмін мен. Стоп-лосс қоймай, тейк-профит қоймай. Басындағы әрбір адамның негізінде басында, любой адам басында мен ақшаға зар болып келдім ғой, енді оқуға или трейдингке дейінші. Сол кезде адам ашкөз болады. Бір плюсті көрдің ба, сен тағы да деп ашкөздік көзің бейтіп жайнап кетеді, ақша тапқың келеді. Мен қазір $50 таптым да, қазір тағы $500 табамын деген, 500-ге дейін барамын деген сөйтіп кетесің да, и күніне 10-15 рет сделка жасайсың сен кәдімгідей. Ол негізі дұрыс емес. Мен қазіргі нақты дәл қазіргі уақытында көп крупный суммамен алып, крупный 1-2 сделка жасап, и сонымен жауып тастау. Күнде 1-2 рет ғана айналысып болды. Бұрынғыдай емес. Керемет. Енді бүгін біздің арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Жадыра ханымға міндетті түрде жақсы тілектер жаза кетейік. Көріп отырсыздар қандай мықты мінезді екенін, әлі талай жетістіктер алда да ойлаймын. Біткен жоқ. Арға жалғастырамыз. Просто біздің ортамызда жарнамалы колокольчик басуды және комментарий жазып, лайк басуды ұмытпайық достар. Енді
қазір білесіз тренинг саласында адамдар бас қатып жатады, біреу оқытады, мысалы 3-4 күн оқыта салады. Енді тренингте оқытатындар өте көп болып кетті ғой қазір. Неге именно бізді таңдадыңыз? Жалпы осы курс туралы басында ожидание болып келеді кез келген адамда, дұрыс па? Ожидание реальность болып қалған жоқ па? Негізінде мен бірінші басын айта салайын, мастер-классқа бармай жатып, менің инстаграмымнан қайта-қайта шығып тұрдыңыз да, сосын ойландым, Астана қаласында тренинг бойынша кім заниматься еткізеді. Іздендім мен до этого ютубта қарадым, инстаграм қарадым, барлық жерді қарайсың ғой, адам не мынау сала, қалай адамдар ақша тауып жатыр. Телеграмға кірдім, бәрі доллар таптым, плюс болдым деп жатқан, жіберіп жатқан неше түрлі адамдар бар. Сонда мынау оңай нәрсе ма? Қалай сонда бірден адамдар ақша сауып сала ма? Мынау қалай қызық. Бүйтсең ақша табатын нәрсе ғой, былай қарасаң. Мә деп мен қызықтым. Сөйтіп түнімен ұйықтамай жұмысқа барсам да, ұйықтамай соң қызықтың басына бір апта мен ұйықтағым келмейді, ұйқым келмейді, тамақ ішкім келмейді, уже ештеңе желанием жоқ, оқып зерттегім келеді до конца. Блокноттар былай ашып тастағам, неше түрлі, мен блокноттарға жазғанды жақсы көремін, любой нәрсені. Сөйтіп жаздым, не сөз, не қалай істеу керек. Сөйтіп жүрген кезде сіздің рекламаңыз шыға берді. Мен қарадым, сізді де зерттедім, инстаграмыңызды аштым, қарадым. Сосын каждый раз андай студенттеріңіздің результатын сіз салып жатсыз ғой, соның бәрін қарадым да, білмеймін, бір сізге деген өз жүрегің жылып тұрады, осы кісі алдамайтын шығар дегендей. Қазір бар ғой неше түрлілер, алдап кететіндер бар, мошенничестволар бар, ақшаңды алып алады, жоқ болып кететіндер бар. Ондай емес екеніне көзім жетті кәдімгідей. Содан кейін сіз таңдадым, сіздің как раз мастер-классыңызға бардым. Мастер-классқа барған кезде маған как раз сол Арайла ханымның өзі келіп айтып берді, дәптердің бәрін былай жазып жүргендерін көрсетті. Өзінің результаттарын бөліскен кезде мен ойыма осындай келді. Менен 10 жас кішкентай қыз осыны оқып жатқан кезде, мен бұның кезінде мен не істеп жүрдім? Мен дым білген жоқпын бұның кезінде. Біз анау бір 50 мың теңгеге запатақ, сол кезде менің 10 жыл алдым, 50 мың теңге болған запатам бірінші, 50 мың теңге, 100 мың теңге мәз болып жүргенбіз да. Студент болып, официант болып, андай болып. Соған мәз болып жүргенбіз. А бұлар вообще андай 50 мың деген маған крупный ақша болды, 10 жыл алдым, 100 мың теңге деген. А мына қыздың қолынан істеген келген нәрсе менің қолымнан неге келмейді деп өз-өзіме мақсат қойдым. Сол күні как раз сіздерден шыққан кезде де сол оқып жатқан каждый сайттар сіз түсіндірдіңіз ғой, осындай сайт, ана мұны айтып жатырсыз. Каждый фотоға түсіріп алдым, киноларды үйге барып көрдім, кітаптарды қарадым, миллионерлер қалай, өмір қалай бұлар миллионер болып кетті, соларды зерттедім. Негізі бар ғой, зерттеп барып кіріскен дұрыс екен да бұл салаға. Сразу барасында фук кете салсаң, сен сразу минусқа кетесің, ештеңе білмейсің, қай жерден тоқтау керек екенін білмейді ғой. Сол үшін бірінші психология бойынша дайындалып алдым. Бір уақыт кетті оғанда мен сентябрьдің басында сол криптоны зерттедім, одан кейін сіз акция форекс сіздерге қарай өттім дегенде ғой. Бір ай мен 1,5 ай зерттеумен, 45 күн бір зерттеумен өттім. Одан кейін барып кірістім ғой. Жалпы курс қалай болды сізге? Курс жақсы болды. Ағайға рахмет біріншіден, екіншіден кураторыма рахмет. Кураторларға, то есть бәрін үйретіп, көрсетіп, атидос, адан яға дейін бәрін көрсетіп жатыр, бізге үйретіп жатыр. Білмеген жерлерімізді сұраймыз. Қалған уақытымызда көп болашақта, білмеймін, өзімен оқыған балалар, қыздардың бәріне удачи деймін. Болашақта миллионерлер шығады деп ойлаймын. Сол мастер-класста сол ойындар болды ғой, сол кезде неге маған жеңілдік түспейді, неге маған блокнот түспейді, неге андай деп отырмын да. Ешқандай сыйлық бұйырмайды деп па? Бұйырмады, неге деп кішкене ренжіп қалғаным бар. Сосын барып кейін айтамын, осындай мен оқығым келіп тұр деп, мен соны кредитке алғам, оқуды, кстати, жауып тастадым деп. Сөйтіп MacBook алдым ғой, білесіз ғой, iPhone, Apple-да. Сол кезде алып келдім ғой. Мен көрмедім ғой, мен ол кезде лайф тренинг жасап отырмын ғой. Жоқ, обучение дейші, білесіз ба, мен сіздердің нелеріңізге келген кезде мен ноутбугым барға Apple. Сіз айттыңыз ғой, что-то. Сондықтан мен кредитке алып келген едім. Негізінде оны да мен білмейді екенмін, есімде қалмады. Оны да 1 миллион теңге кредитке 1,5 миллионға, 1,5 миллионға кредитке тығып күйеуімді, сосын келгенем ғой мен негізі сіздерге. Сөйтіп, жоқ, оның бәрін жаптым. Қазір шүкір, бір күнде 500-ін тапқан адам жабады деп ойлаймын ол нәрсені. Сөйтіп, жоқ, жаптым оның бәрін. Оқуда да группаластардың бәрі үлкен кісілер болды да, мен сол кезде таң қалдым, мына кісілер қайдан біледі. Бөлек манда. Мен әке-шешелерім мынаны білмейді да ғой, тренинг деген тінің әрпін білмейді, тәрпін білмейді. Ауылда олар өздері дегенде ғой.
мамаға айтсам, мамаға ақша жіберемін ғой, мама айтады, сен не банктан алып жатсың ба дейді. Маған мамаға айтамын, жоқ, сол ақшам запатам. Мамаға мынаны айтсаң түсінбейді, кішкене біз жақтағылар, тем более көп балалы ана болғаннан кейін өзі үйде ми ашып жүрген адамға бұны айтсаң түсінбейді. Содан кейін жарайды, мен мама ақша салып тұрамын, сен алып тұрсайшы болды деймін ғой, құрсын. Дәлел бар ма, дәлел? Мамама жібердім, сосын сіздерге шайға. О, машалла. Жалпы негізі туысқандарға, жақын достарыңызға именно трейдинг саласымен айналысуға кеңес беретін бе едіңіз? Иә, беремін. Бірақ мен өзім оқытпайтын едім оларды. Барып оқы деп айтатын едім, потому что олар да қиналу керек, олар да көру керек. Жеңіл жолмен келетін болса, любой нәрсе жеңіл жол, ол кетіп қалады. Қадірін білмейсің, жеңіл жолдың қиналып барып жеткен дұрыс екен. Любой нәрсеге қиналған кезде сен оның қадірін білесің, түсінесің, одан пайда болатынын білесің, минусқа кетпейтініңді білесің, өз-өзіңді. Любой нәрсенің қадірін білмейміз ғой, көп нәрсені біз. Қадірсіз болып кеткен көп зат бар ғой негізі. Негізі қадірін білсең, ол күшті нәрсе екен, соған көзім жетті. Жақсы, керемет енді. Жалпы енді бұл Америкадағы онлайн жұмыс негізі. Иә. Болашағы туралы не айтасыз трейдингтің? Бұл 3 ғасырдан бері болашағы болған нәрсе, ары қарай да болашағы болады деп ойлаймын. Америка жоқ болмайынша тұра береді. Иә, тұра береді. Біздің Қазақстанға енді келіп жатыр ғой бұл нәрсе. Біздің Қазақстанда да бұл дамиды деп ойлаймын. Жақсы, керемет. Енді дамып келе жатыр. Бірге атсалысатын боламыз. Жадыра ханым бізде жұлдызды трейдерді бекер айтпадым, тағы да еске салып өтейін, иншалла алла бұйырса осы трейдинг саласын Қазақстанда дамытуға үлес қосатын боламыз барынша, иә, Жадыра ханым. Енді тағы бір мынандай сұрақ, бізде білесіздер, жалпы трейдерлер қазір көп. И осы көп болғандықтан біз кәдімгідей андай көп болып кетті да, былайша айтқан кезде нәтижеге жетпей бүйтпей қалып қалатын адамдар өте көп болып кетті да. Мысалы ол бізден емес, жалпы айтып жатырмын да, Қазақстан бойынша. Өйткені бізден де студенттер оқып алады. Мысалы бір ай обучениеден өтеді бізден, и бір айдан кейін сол кісінің рекламасы маған шығып тұрады да. Мен таңғаламын, ё-мое, қалай ол адамдар деген сияқты. Оқытып жатыр әлі, бір айда ол қандай оқып алады деген сияқты. Қазір лишь бы ақша жасау сондай нәрселерге қарағаннан кейін мен айттым, давай реалити жасайық. Достигатормын, голодный мақсатына көзімді қараңдаршы, от. Трейдинг негізгі еркіндік құралы. Жалпы трейдингте плюстердің бірі ол любой жерде, любой уақытта ақша таба аласың. Бір күнде ақша тауып кету емес, сен рынокта қаншалықты ұзақ қала аласың, қаншалықты ұзақ жүре аласың, және де ол жақта қасқырлардың ішінде қаншалықты өзің қасқыр бола аласың деген сұрақ. Осы жобаны бастаудағы басты мақсатымыз ол біздің трейдинг саласы арқылы реально табыс табуға болатынын дәлелдеу. Реалити деп қабылдаймын, ешкімге көмектеспеймін, ешкіммен не істемеймін, өз жолым өзіммен, так что қатысушылар не обижайтесь. Енді осы шоуға келіп жатырмыз, енді шоуға келгеннен кейін бүкіл айтып жатыр, Головкинға ұқсайсың деп, Головкинға ұқсағаннан кейін, иә, шоу жақсы өтеді деп ойлаймын, осы кісілермен танысқаннан кейін, иә. Осы уақытқа дейін медицина саласында жұмыс істеп келдім, аз айлыққа өмір сүріп келдім, поэтому ол ақша маған жетпейтінін түсініп, осы тренингті таңдадым. Өз ақшама өзім қожайын болғым келді, біреуінің қолында. Жоқ, тұрады, мына жерде реалити болып жатыр екен, иә? Мына жерде реалитимен бәріңізге уважение, бірақ әрқайсымыз өзіміздікін жасауымыз керек. А жоқса мен көрмегенсің ба ешқайда? Вообще көрмеген, кімсің? А жоқса маған газовый етіп жүрсің, мен түсініп тұрған жоқпын. Газовый етіп Мен үлкен, білесіз, біздің Айтрейд компаниясы осы Астана, Алматы қаласы бойынша 2 қалада жүреміз. Қалған қалалар бойынша онлайн. И 11 участник таңдадық, 11 қатысушы. Сол кісілер $500 келді. Реалити шоуда сол $500 қанша табыс табуға болатынын халыққа дәлелдеді. Ішінде плюсы да бар, минусы да бәрін ашып көрсеттік. Жалпы реалитиге не үшін келдіңіз? Реалити сізге қандай пайда берді? И жалпы реалити туралы бір қысқаша айта кетсеңіз. Ондай бұрын болған ба Қазақстанда? Жоқ, бірінші рет болып жатыр. Өзім шок болдым. Мен сізге айтып тұрмын ғой, реалити, пожалуйста, мен алыңызшы, потому что мен дамығым келді, өскім келді. Мен сізге де қайта-қайта жаза бердім. Мен қалып кетпейін ағай, мен андай білдім, ол орта мықты орта екенін білдім. Реалити шоу ол жерде мықты форексті зерттеп жүрген, мықты акцияны зерттеп жүрген адамдардың арасында мен новичок кіргім келді. Мен басты андай арманым сол болды да. Содан кейін мен кіргеннен кейін менен де мықты адамдар бар екеніне көзім жетті. Бәрі опытный, психология жағынан да, жас жағынан да үлкендер болды, жас жағынан кішкентайлары болды. Опыт алатынымды білдім ол кісілерден. Біраз мен опыт алдым реалити шоуда, рахмет деп айтамын сізге. Бірінші сізді таңдау себебім де сол сіздің қарапайымдылығыңыз, нақты бізге ашық, жалпақ тілде үйреткеніңіз.
басында мен келген кезімде өзімді айтайын, long и short деген сөзді білмей келдім да. Шын айтам, не ондай қандай сөз деп келгенмін мен. Не сол long и short басында айта алмай, что такое long қайсы short деп сөйтіп тіл келмей сөйтіп отқан миым ашып, еще мен андай қасында ұл балдар отырды, осы ұл балдармен кішкене ұл балдардың психологиясы все равно андай ғой. Тез не қылмайды, олар психология жағынан мықты да, қыздар кішкене паниковать еткен жақсы көреді, ұл балдардың қасына отырып алдым да, солармен бірге жұмыс істедім дейді ба. Арун екеуіңіз күшті комбинация болдыңыздар, негізі күшті мықты не істедіңіздер, анализ бәрі. Иә. Ощущение былай айтқанда қатты қорқынышты болмады. Просто желкенішті нәрсе болмаса деп ойладым. Арун, ол жағынан да мықты, ол Арун ағайды айта алмаймын, психология жағынан кәдімгідей тетрадқа жазады, ол өзінің плюстарында, минустарында жазады, и өзін тоқтата алады кісі, мықты кісі. Мен Арунды, мен өзім мойындаймын мықты кісі екенін, и любой жерде өзінің настроениесін көтере алады, любой жерде ұрсатын кезде ұрсып тастайды, андай мықты эмоциясын ұстай алатын характеріне жігіт екені көрініп тұр да кәдімгідей. Мен де сосын кімдікінде көрдім ғой, арайларында өзім дәптерге жазып жүрген минус плюстарын, сосын мен де жаздым. Мен де сол қазір минусымды, плюсымды, минусымнан плюсым көп болу керек деп, мен қазір өзі каждый плюсымды, минусымды жазып жүремін. Минустарда болады арасында $20-40 дегендей, но больше плюс. Бизнес қой бұл жерде, тура бизнес сияқты. Бизнесте де кейде болады, тауарын өтпей қалады, мысалы бір күн минус болады, бірақ оның артын бірнеше плюспен жауып отырамыз. Жауып тастауға болады, иә. Жақсы. В общем, реалити өзіңіздің күліңізден шықты ма? Шықты, қызық болды. Өте қызық болды, сонда жылап қалдыңыз тіпті. Жыладым, потому что жылаған себебім мен андай тез бауыр басам любой нәрсеге, и любой адамды өзіме жақын тартам да өзім. Білмеймін, көзіммен көріп жүрген адамдарды мен тез бауыр басып қалам, тез жақын тартам. Мен ол жерде қиған жоқпын. 11 адам ішінде мен ғана жылаған, мен андай эмоциональный человекпін, любой адамға қуанамын. Алихан вроде тоже жылағандай болды. Келдім, үйрендім, сосын бір жұмадан кейін ойландым, күніне $20 істесем жұмыстан шығам деп, бір сменаны тастаймын деп. Жылағысы келді, бірақ өз-өзін ұстады, ол кісі үлкен кісі ғой, енді эмоцияға белгілі бұл жерде жылап отқан адам, 45 жастағы әйелдің, а мен енді бәрі қанша жерден көрсетпеймін десем де бәріңіз біліп қойдыңыздар ғой деп жылағанды. Сонымен сөйтіп тренинг дегеніміз осы дейсіз ғой. Иә, осы. Сонда күнделікті қанша уақыт кетеді? Жарты сағат, 1 сағат дедіңіз, иә? Жарты сағат, 1 сағат. Бірақ естіген кезде андай сенімсіз естіледі. Сенімсіз, иә. Чего такое? Мен басында да осындай болды ғой. Мынау не алдап кетпей ма, лақа тұрған емес па? Мен осы жұмыстан шығып кешке таман сіздерге келу, 1 сағат, 1,5 сағат пробка деген қиналып келесің ғой енді. Сөйтіп ойлайтынмын, мен не оқып жатырмын өзі басында. Любой адам сұрақ болады, не оқып жатырмын, болашағы бар ма, күйеуім де айтады, не оқып жатсың өзі, бір табыс бара салып оған табыс табу керек та оған. Плюсқа шықтың ба, бірінші күннен оқудан, ол 3 апта оқу болу керек, одан кейін барып өтесін деген нәрсе жоқ. Оған күйеуім бардың, күнде ақша тауып келу деген ойда оныкі. И менде де сол ой болды да, ол солай айтқан екен. Кәсі бірінші оқытасыздар, негізі сол дұрыс қой, любой нәрсені оқып, мысалы мектепті де бітіреміз, 11 жыл оқимыз, одан кейін дальше диплом аламыз дегендей ғой, сол жұмыстың жемісін көреміз дегендей, сіздер енді оқып 3 апта қазір жемісін көріп жүрмін, шүкір. Теория көп болды ма, практика көп болды ма? Бізде практика көп болды, чем теориядан. Теорияны бірақ мен жазатымын, сабақсыз түсіндіргеннен кейін де үйге барып жазып, түнгі сағат 1-2 сізден кейін шынасылық кураторым болды мен, одан лишний раз мен сұрақ қоймайтынмын. Мынау не болып жатыр, мынау қандай болып жатыр деп, басқа қыздар қойып жүрді сұрақтар, мен қоймайтынмын оған. Мен үй тапсырмасыма, міне жіберем, болды. Мен өзім ізденем, қарайым, соны интернеттен жазам, или сіздің сабағыңызды повторный қайтып көрем, и сіздер видео сабақтар жібердіңіздер ғой, бәрін А-до А-дан Я-ға дейін көрсетіп қойған нәрселеріңіз бар ғой, соның бәрін өзім қарадым. Сөйттім да, мен сұрақ лишний раз кураторды беспокоить еткен жоқпын. Сіз бізде офлайн оқыдыңыз? Офлайн оқыдым. Офлайн Астана қаласына келіп, иә? Жалпы iTrade академиясы туралы қазір чатта отырсыздар, лайв трейдинг деген нәрсе бар. Осы туралы бір қысқаша бір түсіндіріп өтсеңіз. Мен айтам, любой адам уже ол жерде группа бар ғой, енді группадан бастайын, өткенде бір настроением бар түсіп қалды. Чатқа сіздер айтқан екен, результаттарыңызды жіберіңіздер деген екен, мен барынша мен результатымды жіберуге тырысатынмын. Қазір енді жібермеймін деп па. Көз бар, тіл бар, сосын ол жақтан группадан жазатындар, звондайтындар шықты да. Маған неше түрлі жазғандар да болды, сұрайтындар да болды. Мен қазір айттым ғой, басында мен жазғанды, звондағанды мен қазір ұнатпаймын деп. Уже шаршағанмын да, неше жылдан бері звондайтындар, жазатындар, пациенттерден уже шаршаған соң қазір адамдардан да, даже туысқандарыма да жауап бермеймін. Отырам,
қатты важный звонок болса алам, важный емес звонок болса алмаймын да. Қазір сондай сияқты группаға мен сигналдар жібересіздер ғой сіздер, енді үйретіп жатсыздар. Сигнал дегеніміз не? Форекс бойынша сигналдар сіздер жіберіп жатсыздар ғой, енді осы жерден кіріңдер, табыс табасыңдар, плюс боласыңдар деп. Рекомендация былайша. Рекомендация, оған адам сеніп қалмау керек, өзі іздену керек та. Мысалы, любой нәрсе, мысалы, бүгін бар сигнал, ертең бар, и одан кейін жоқ. И даже не істейсің, қарап отырасың ба? Адам өзі іздену керек, ашу керек, қарау керек. Ол бір нәрсеге сеніп қалған дұрыс емес деймін да. Мен сол үшін кеше группада кішкене жазып тастағаным бар. Любой адам өзі іздену керек, әркімнің мазасын алмау керек. Ол өзі үшін оқыды, өзі үшін ақша табады. Оның ақшасын мысалы тапқанмен, ол саған бөліп бермейді деген не ол мысалы. Мен ақша таптым ба, мен сізге бөліп бермеймін ғой. Сол сияқты олар маған бөліп бермейді. Мен берген сигналыма мысалы да. Сол сияқты әркім өзі іздену керек. Ертең мысалы мен кесірімнен минус болып қалса да, то сигнал бір кезде работает, бір кезде не работает. Жауапкершілік. Иә, база білмейсің қандай болатынын. Сол үшін ол жағына минус болса жазып тастайтындар бар. Біздің қазақтар жақпайсың ғой, минус болсаң да жақпайсың, плюс болсаң да жақпайсың. Всегда. Сол үшін любой адам өзі іздену керек, өзіне өзі жауапкершілікті алу керек. Всегда өзіне өзі жауабы болу керек қой. Мен осы уақытта аштым, мен өзім ары қарай плюс болатынды зерттеймін, минус болатынды да біліп тұрсам да іштей, бірақ плюске жететін 100% болып тұрғанын зерттеп, мен сосын өзім бірақ сатып аласыз. Сатып аламын. Иә. Жалпы лайф трейдинг деп жатырмыз. Лайф трейдинг дегеніміз не, ол қалай болады? Лайф трейдинг сол видео, зуммен онлайн. Тікелей эфирде. Тікелей эфирде. Бүгін коин деген акция бар, сонымен жақсы жасадық. Криптовалютаға қатысты акция. Берік мырза бізде 1.7-де $960 таптым дейді, машалла. Серік Айко дейді, бізде енді ғана бітірген $2.5, $80 дейді Сехрозы мырза, әртүрлі. Бүгінгідікке 90 дейді Әйгерім ханым. Жұлдыз енді ғана бітірген, міне, кеше ғана бітірген, пятница күні $45. Мына кісі тоже 27 потокта енді ғана бітірген $4, $10, $20, $11. Енді әртүрлі суммалар бар да, бұл салған ақшасына. Сіздің басқаруыңыз бойынша бірнеше акциялардың қалай жоғары или төмен қарай жүретінін кішкене сол туралы ғой. Енді бәрін ашық айтпай-ақ қояйын. Тікелей эфирде мен қай жерден сатып аламын, қай жерден сатамын. Мысалы, қазір курс оқытатын адамдардың көбісі өздері жасамайды. Өздері жасамайды. Ал біз жасаймыз ба? Біз өзіміз жасаймыз ғой бәрін. Мен сізге риза болғаным осы, оқудан кейін де сіздер жоқ деп тастап кеткен жоқсыздар. Бізді жарты жолда ары қарай болды. Сендер көрсеттім, типа есігін ашып бердім. И сендер ары қарай кетіңдер емессіздер, сіздер дальше группаға қосасыздар. Группада неше түрлі өздерінің мненияларын айтатын адамдар бар. Ол жерінде көп плюстар бар. Новый қандай акциялардың аттарын білесің новыйдан. Мысалы, и сол форексті зерттеп беретін адамдар бар. Сол жағынан да бір плюс болды да, ол жері. До конца алып баратындарыңызға мен риза болдым. Сол үшін сіздер таңдадым деп. Рахмет сізге үлкен. Зум қашан жасады? Осы четверг күні жасадық қой ме? Сол кезде қанша адам отырды зумда тікелей эфирде? 80 дей ма? 80 адам. Ойлаңызшы, 80 адам бірігіп трейд жасап отырмыз. Ана жерде мен алдыңдар, сатыңдар дегенде сол четверг күні плюс болды ғой, 70, 80, 100, күшті кетті. 63 адам, қараңыздар. 63 адам бізде лайф трейдингте отыр. Сондай-ақ мына жақтан офлайн қатысып отыр. Көрсет Әділет мына жақта да. Қазір анализ жасап дайындалдық. Бүгін Nvidia акциясына дайынбыз. Қазір енді результат қалай болатынын көреміз. Сағат бізде 19:30. Әділ бізде $47. Құтты болсын, берекелі болсын. Аққұлян ханым $60. Елеман $3 дейтін. Енді ғана оқып жатқан бізде Елеман. Полный тейк болды, мырза. Медет мырза бізде $28. Өткен поток бітірген Серік мырза $10. Лонг белгісіз, рискованно. Лучше осылай ғана стақ қылайық. О, міне, полный тейк. Не, керемет бұл. Салават $15, Айсара $15 дейтін. Салават сіздердің алдарыңызда ғана бітірген. Ал кеттік көрейік қазір офлайндықтар қанша болды? $20. Мен ана адамдарға айтқым келеді да, группаға да жасақтағаным бар. Сіз бізге аузымызға нанды шайнап беріп жатсыз да, ары қарай жұтып істікі ғой. Енді жұтқаннан кейін жейтінде ары қарай тамақты біз болып тұрмыз ғой. Ары қарай дальше біз өзіміз алып кетуіміз керек та. Иә, оқыдың ба, дальше алып кету сенікі. Ана естіп жатырмын, бір Минскқа кетіп қалып, істемей қойған адамдар да бар екен да, қайтадан оралып жатқандар да бар дейді да. Ол кісілерге де айтатым, қайтадан сол. Ол кезде уровендер басқа болды акциялардың. Қазір уровендер басқа ғой. Қазір қайтадан 1-2 апта акциялардың қай акцияны таңдайды, соны зерттесін деймін. Сразу кірмесін,
зерттеу керек, қай уровеньде мықты болды, қай уровеньде тоқтап қалды, қай уровеньде бір аптадан бері или бір айдан бері бұза алмай жүр, өте алмай жүр, соның бәрін 1 сағат, 4 сағат, 15 минут, 30 минут соны каждый день қарау керек та, сонда ғана плюс болады деп ойлаймын. Сразу кірмеу керек. Бізде көбінесе новичоктар келеді де, мысалы салат $500 салат, $1000 салат, $100 салат да, сразу соны бірнеше еселегісі келеді. Новичоктардың жіберетін қателігі сол. И тұрады да, сөйтіп анализсіз эмоциямен кіреді, ошибка болады, одан кейін трейдинг деген болмайды. Лақат деп тастай салады. Бірақ кінә кімнен? Өзінен. Психология, ашкөздік. Өзінің кесірінен солай болды. Жалпы негізі Қазақстан бойынша рекорд деп ойлаймын. Реалити барысында білесіз бе, неше адам болған лайф трейдингте? Яғни Zoom арқылы мен акцияларды аламын, сатамын, сол кезде 100 адам болған. Алда четверг күні 80. Қазақстан бойынша білмеймін енді ондай бар ма, жоқ па? Енді оны зерттеп көрген жоқ, бірақ өзім үшін жалпы өте үлкен жетістік деп ойлаймын. Ойлаңызшы, ана жерде 100 адам үшін жауапкершілік алу деген ол үлкен опыт керек. Сол кезде қатты бір несе, бірақ қазір уже үйреніп алғанбыз ондай нәрсеге. Ол нәрсені. Енді Жадархан мынандай бір сұрақ қойғым келіп отыр. Енді көп адам сұрайды, сонда күніне жаңа 500 мың, жаңа айтып отырсыз, сондай тапқан кездерім болды, 200 мың, 300 мың, әр қалай тауып жатсыз, кеше 300 мың тауып садақаға беріп жатырмын деп жатсыз, енді сауабынан болсын, иншалла. Енді мынандай сұрақ, ондай табыс табу үшін сонда қанша салуымыз қажет? $500 мен білесіз ба, $500 бастап жақсы нәтижеге шықтым ғой. 250 мың теңге арқылы бастадыңыз. Иә, 250 мың. Басында мен, помните, оқып жүрген кезде $50 салдым, 22.500 теңге ма болды. Соны мен бір аптада $350 істеген едім. Бір аптада? Иә, $50-дан $350-ға көтердім. Басында начинающий кезде. 175 мың теңге. 175 мың теңге сол бір аптаның ішінде шығардым. Сосын қазір 25-ші потокта бітірген группадағы кісілермен мен өзім сигнал беріп отырамын дегендей ма. Ақылдасып айтамын да, мен осы жерде мынандай болып тұр, мына акция или алтын осындай жерде осындай болып тұр, не істейміз дегендей. Бір менің ойым бөлісіп отырамын ол кісілерге де тоже. Көзім жеткені осы трейдинг арқылы сынбау керек, мықты болу керек, любой адам. Дальше оқу керек, зерттеу керек и күнделікке жазып жүру керек. Плюс мен минустан салыстыру керек та. И мен өзім шүкіршілік жазатын адаммын, андай қанағат деген болу керек, психология, соның бәрін бір топқа жинау керек. Сол кезде сенде нәтиже болады. Жақсы, керемет. Енді біздің де уақыт да жақындап қалыпты. Енді может қойылмай қалған сұрақтар да бар шығар менде мына жерде. Енді біз білмейтін жалпы жаңағы айтылмай қалған нәрселер, немесе өзіңіз туралы бір біз білмейтін факт айта аласыз? Қандай факт бар менде деп па? Қазір не өзгерістер болып жатыр, не жаңалықтар болып жатыр? Иә. Жоспар қандай деген сияқты. Шүкір, иә, қазір жолым ашылды осы трейдингке келгелі бері өмірім 180 градусқа бұрылды десем де болады. Барлық туыстарымыз уже бізге қарай кішкене иіліп жатыр да, кәдімгідей. Бұрын бізден бүйтіп қашқан еді ғой, қазір кішкене иіліп, бізді іздейтін болды дегендей ғой. Бұлар қалай ақша тауып жатыр дегендей, бұлар қыдырады, бұлар тамақ ішеді, қайда жүрсек стористарымызды көріп отыр да. Сосын айтады, мә, бұлар қалай ақша тауып жүр дегендей адамдар уже жазатын болды. Мә, сендер қайдан ақша тауып жатсыңдар деп жазатқандар көп. Жұмыс жағымнан да мысалы өзім армандап жүрген жұмысыма осы тренингтің арқасында шығар. Кішкене сынбайтынымды, мықты екенімді көрсету арқылы ол жұмысқа да қайта отказ келсе де до конца баруды үйрендім. Тренинг арқылы кредиттерін полностью жаптым. Енді күйеуімнің кішкене сумма салды, ол өзім жауам деді. Оған да үйретіп жатырмын қазір. Құдай қаласа, ол да мықты бір тренингтің жұлдызы болып шығатын шығар. Енді үйретемін қолымнан келгенше, иә, өзім бір үйде тұрған соң, конечно, үйретесің ғой, өзің жолдасың болған соң. Біздің арманымыз осы 2020-25-те жазға дейін үлкен 3 бөлмелі Астанадан бизнес класстан үй алып болып тұр. Машалла. Бұйырсын иншалла. Бұйырсын, амин. Сосын толық емімізді алып, балалы болу, сәби сүю болып тұр. Ата-анамызды Меккеге жіберу. Екі жақтың ата-анасын Меккеге жіберу болып тұр. Керемет иншалла. Сондай қазіргі 2020-25-ке ниетіміз сол. Машалла, керемет. Осы тренингтің арқасында аламыз деп отырмыз. Подкаст енді бірнеше қаралым болатынына мен сенімдімін. Көп адам көреді. Сол үшін Жадарханды көріп отырсыздар, қандай мықты адам екенін, және тілегін бәрін айтып отыр. Комментарийға бір жақсы тілек жаза кетейік, бәріміз өйткені айтады ғой. Көп түкірсек көлде өшмейді. Сол сияқты бәріміз жан-жақтан дұға етсек, иншалла қабыл болады деген ниеттеміз. Рахмет сізге. Ақша мен ақшамен әлемді өзгерте аласың.
мен соған көзім жетті. Сенде ақша барсың ба? Сен адам екенсің, соған көзім жетті. Сенде ақша жоқ па? Сен ешкім емессің. Сол үшін ақша табу үшін бір жарты сағат, бір сағатымызды бөлуіміз керек, тренингпен заниматься етуіміз керек. Ол оңай ақша. Просто оны ақшаны басқара білу керек. Психология мықты болу керек, и сол кезде сен жеңесің. Соған көзім жетті. Жақсы, рахмет. Енді білесіз, бізде қазір Астана қаласы бойынша iTrade бұрын компаниясы болатын, академиясы да өзгерттік, оны білесіз, не себепті екен? Рахмет. Кеше реалити шоу, қаншама 500-ден адам астам оқушы сізде уже. Содан кейін академия уже. Академия, иншалла. Сіз сияқты трейдерлер көп, иншалла. Рахмет. Сіздің арқаңызда бірінші, сіздің топ группаңыздың арқасында кураторлар бар, осы съемканың артында жүрген неше түрлі адамдар бар, солардың арқасында ғой. Сіздерге рахмет. Рахмет үлкен. Енді бізді білесіз, офиста жаңа трейдерлер отырады, оның ішінде де отбормен аламыз. Негізі көп адам жазады, келейікші анау мынау деп. Енді сізге мынандай нәрсе бұл сыйлық ретінде осы подкастқа келген қонақтар, мысалы, сіз енді жақсы нәтиже көрсетіп отырсыз ғой. Сіз автоматтан біздің iTrade командасына қосылдыңыз. VIP. Рахмет. Любой уақытта офисқа келіп жасайсыз ба? Яғни біздің офис уже сіздің де офисіңіз. Келесіз, тәртібін жасайсыз ба? Келесіз, өзіңіз қалаған уақытта келіп, кетіп жүре берсеңіз болады. Рахмет сізге. Сыйлық болды. Өте күшті сыйлық. Рахмет. Конечно, келем. Сіздегі кісілермен дальше будем андай общительный, күшті бір дос ретінде болып қалдыңыздар ғой. Сіздердің группаларыңыз уже кураторлар, уже менің Айгерім, Гүлжанат ханымдар, уже менің бір как будто подружкам сияқты, Адарын, Шынасылдар, бір азаматтар, бауырым, інім сияқты ойнайтын болып кеттім ғой қазір. Басында сіз деп жүретінмін, қазір деп тұрып ойнайтын болып кеткенбіз қазір. 1,5 айдың ішінде бұрыннан как будто иә, бір танысым, сіздің өзіңіз бір как будто бұрыннан танитын адам сияқты, Ерболат ағай деп жазып тұрамын, бір нәрсе болса да сол. Любой уақыт ответ бересіз. Рахмет. Реалити барысында да жұбайыңызбен таныстырып жатсыз, өте жақсы, сізге сәлем айтыңыз. Жақсы. Сіздер де мақтайды, күйеуім мақтады. Мен қандай басында қызғанымда кішкене андай болды. Любой адам ербалдар мен өзі отырамын, сіз сторисқа саласыз, сізді көреді дегенде ғой. Сөйтіп барып кішкене любой еркек адам, оны қызғанбаған еркек жәннатқа бармайды дейді ғой. Енді сол сияқты ол кішкене қызғанды, сосын мен түсіндірдім, сосын сіздерді таныса келе көзі жетті. Қазір бар деп отырады ғой. Өз жеріңден шығады. Бармайсың ба деп отырады. Қазір наоборот жібереді. Мен жаңа өзім туралы тоже кішігірім бір ақпарат айтайыншы, садақа деп жатсыз ғой. Мен сол нәрсеге қатты өтті осы подкаст барысында сол туралы инсайт алдым да. Мен қай уақытта садақа берем, сол уақытта мен табысын мен сұрамаймын. Кәдімгі Аллаға шүкіршілік етсек, негізі бүкіл нәрсе біз қанша әрекет етеміз, еңбек етуді тоқтатпауымыз керек. Бірақ нәтиже Алладан да. Мысалы мен келе жатырмын, жақында автокөлік ауыстырдым, өзіңіз. И бір уақытта машинада мен Астана қаласында күшті ғой, көпір бар ғой, Ақорда ана жақта бетімен келе жатырмын. И машинамда жаман емес, Аллаға шүкір, жетістікке жетіп жатырмыз. Шәкірттер нәтиже көрсетіп жатыр. Мен осы нәрсені қатты қалаған едім, Қазақстанда Уолл-стрит құру деп. И келе жатырмын, көзден жас ағады ғой. Шүкір деп, кофемді алып алғам. Не нәрсе қайда қараймын, қайда барғым келеді, алғым келген нәрсені аламын, барғым жерге келіп барам. Яғни қаншама осы уақытқа менде де минус болды, қиналдым. Кредитім болды, менде 350 мың теңге зарплата алып, 320 мың кредит төлейтін кездерім болды. Айына 30 мың теңге алатын ойлаңызшы қолыма. Астана қаласында 30 мыңға өмір сүру деген невозможно. Сол осыдан бір 2 жыл бұрын сондай болып жүріп, қазір 3 жылдан кейін келе жатырмын. Көзіме жас келеді ғой кәдімгідей. Еңбектің арқасы. Еңбектің арқасы. Оқыған. И мен шынайы оқушылардың нәтижеге жету үшін арман болды. Кәдімгі сол үшін қатты стресске түсіп кететін. Студенттер нәтиже көрсетпей жатыр ма, мен өзімді кінәлап Ерболат, сен дұрыс білім бермедің ба деген сияқты. Күнде зерттеп, Аллаға шүкір, қазір даже үлкен апа әжелеріміздің өзі де оқып жатыр. Келіп жатыр. Мен андай риза болғаным, сіз андайсыз да. Барынша бәрін айтып тастағыңыз келеді, студенттерге бәр ішіңіздегінің бәрін беріп тастағыңыз келеді. Секрет сақтай алмайсыз ғой, мастер-класста да барып алып, бәрін айтып тастайсыз да, ол жас кішкене секрет сақтау керексіз ғой сізге деп ағай. Ол жағынан мен андай іші таза, қарапайым жансыз да, сіз просто өзіңіз сол оқытып жатып, мен шығып кеткен кезде өткенде бірге жасаған кезде, помните, басында бір күн плюс болды. Любой адамда бір күн плюс, бір күн минус болады ғой. Но в основном реалити шоуда плюсіміз көп болды, біздің Құдайға шүкір. Бір минус болған күніміз де болды. Ол еске алайық деп па. Сол кезде мен сізді қарап тұрмын да, қатты ойланып, переживать етіп, өзіңізде стресс болып, кішкене сондай болып кеттік. Сосын кетіп тамаққа барайық, тамақ ішейік дедіңіз ғой, помните? Сол жағда сіз өзіңізге қатты алады екенсіз да, мен соған көзім жетті. Өйткені көрдіңіз бе, маған байланысты болып тұр, ана жерде көп адам маған қарап тұрған соң. Сол жерде жаңағы айтайын деген инсайтым, садақа бар ғой. Жаңағы садақа кәдімгідей шын айтайын. Жолды ашады. Жолды ашады. Садақа алдағы келе жатқан жаңағы жамандықтардың бәрін. Қай кезде мен садақа берем,
садақа берген сайын мен жолың ашылады. иә мен аямай мен анадан қайтсын деп бермеймін. Қолымнан келгенше мүмкіндік алдынан адамдар шықса садақа беремін. Ол маған мың есеге шок болдым. Жаңағы айтып тұрмын ғой, Аллаға шүкір кетіп бара жатырмын. Күтпеген жерден 2 күнде мен қалай машинамды ауыстырып жүргенімді түсінбей қалдым. Жаңағы Hyundai Sonatадан Mercedes автокөлік. Mercedes деген вообще түсіме кірмеген ғой. Мен андай бір қызық есіме түсіп кетті осы жерде қазір айтайын. Мамамның сестрасы бар, мен Шымкенттемін негізі. Шымкенттен Мақтаарал ауданы Жетісайдан да. Жетісайдансыз. Иә, сол кезде бір мамамның сестрасы бар, менімен бірге Шымкентте тұрады ол кісілер, Жетісайға баратын болды. Келді, сөйтіп бір Сиган отыр ғой, білесіз ғой, қазір Астанада да жүр ғой, сол сияқты бізде Жетісайда Сигандар отыр. Сөйтіп 5000 теңге Сиганға сала салдым. Бұдан 2 жыл алдым. Сөйтіп мамам сестрасы көріп, ана әпше деп айтамыз біз. Ойбай, нан сен мамаң көрмейсің, мамаң көрсе басың жарар құрсын, сен Сиганға 5000 теңге беріп жүрсің дегендей ғой. Ол ондай нәрсе емес, садақа деп шын көңілден бердім. Ол 5000 теңге маған сол кезде 20 000 теңге 10 есе қайтқан кезі болды да. Ол арғы дүнием ғой менің. Арғы дүниеме ақша емес, абырой жинап жатырмын да ол. Инвестиция арғы дүниеме сол сияқты ғой. Мына күнде барынша мен бар болса, мен ақшамның бәрін шашып тастайтын адаммын. Мен негізінде ақша істей алмаймын. Осы депозитке ғана салып жинап жүрген нем ғой. Барынша беріп тастағым келеді. Садақа көрсем, біреу жаны ашып тұрып ақша сұрап тұрма, мен бере салатын адаммын. Бірақ ол Аллах тағала шүкір деп айтам, маған 10 есе 20 есе қылып қайтарады. Рас. Оны сұрайтын адамдарды меніңше Алла жіберетін сияқты. Сол үшін мен отказ беруге қорқамыз негізі. Беріп отыру керек иә. Ниеті таза, до конца өзінің еңбегі арқылы биікке шыққан адамды Аллах тағала әрқашан қолдайды деп ойлаймын. Дұрыс айтасыз иә. Қазір бізде байқайсыз ба, Қазақстанда көп адам стрессте жүр. Не үшін? Мен мысалы Америкада жұмыс жасап Қазақстанға келдім ғой. Ақша жетіспейді, кредит, экономика, нервный бәрі. Қазір айтады ғой, коронавирустан кейін бәрі андай нервный стало дейді. Ол коронавирусте бәрі кредит алған. Содан кейін қазір бәрінде кредит бар, бәрі нервный. Ол коронавирус аурудан нервный болып қалды, стресс болып қалды. Ол аурудан емес, ол кредит алып бәрі. Сол кезде бизнестер жабылды, кафелер жабылды, бәрі жұмыссыз қалды, не істеді, бәрі патырлатып кредит алды. Енді қазір сол кредитті жауып жүр, жүгіріп жүр, бәрі нервный, уақыттары жоқ бір-біріне дегенде ғой. Сол үшін рас иә. Мысалы Америкада жүрген кезде вообще еркіндікті мен сол кезде сезіндім 100%. Неге? Адамдар спокойно, даже бомж бар ғой, бомжың өзі бақытты да. Ал Қазақстанға келесіз, светофор қызыл жанып тұр, сары жанып үлгерген жоқ, арттағы адамдар сигнал беріп тұр. Өйткені біздікілер уақыт андай жұмыстан кешіп қалмау, анда ақшасынан айырылып қалмау, жұмысынан қуылып қалмау, кредитін жабу керек деген. Менде қазір ондай нәрсе жоқ. Басында жұмысқа кірген кезімде 3-ші күн ба, 2-ші күн ба енді жұмысқа бұл армандап кірген жұмысымға барғым келмейді. Ұйқымнан тұрғым келмейді, жүргім келмейді. Жұмысқа барам бір, но мен жұмысым емес қой, жадыра неге отырсың ана жерде, кет дегенде іштей бір звук болады. Сосын айтам ғой күйеуіме, жан, мен жұмысты істегім келіп тұрған жоқ, мен шыға салам, давайте активно жұмыс істей берем деп. Сосын ол айтады, таңертең кешкен үйде отырасың ба, бар сыртқа шығып қайт, кешкісін ғана заниматься ет акциямен. Бұл жұмысты саған армандадың ғой, неше жыл кіргің келді, істе бұл жұмысты. Енді бұл мықты жұмыс, бұған ешкім кіре алмайды. Қазақстанда мықты компанияның бірі, бұған арман болып жүрген адамдар көп. Сен қазір возможность болып тұрған кезде бұны істе. Көр, 1 жыл істе, 2 жыл істе, 3 ай испытательный срок, 3 айыңды көр. Есің может болып үйреніп кетесің, может үйренбесең шыға сал, акцияң бар ғой дегендей да. Уже мен өкінбеймін да, шығып кетсем де. Подушка бар. Бар. Сол жағынан да плюс, короче, акция болып жатыр ғой қазір менде. Қазір андай болып жүрмін, ақша болған екен, настроениемде көтеріліп, кішкене анау эмоциям, американский эмоция болып жүр қазір мен өз-өзімді күліп, көтеріңкі, ештеңе уайымдамаймын. Қазір тамақ істемеймін үйде. Заказ ба? Көшеде тамақ жейсіз. Бұрын деген өліп үйге барып жүгіріп тамақ істеуге тырысатынмын ғой. Қазір жоқ. Көшеден жей салайықшы. Қойшы, ақша бар ғой. Не ол? Қазір 5000 теңге ма, 10 000 теңге ма, ол не дегендей болды ғой қазір. $20 жүріш кеттік. Жей салайықшы тамақ. Тауып аламыз қазір $20 бүйтіп алақ деп сөйтіп күйеуім екеуміз сөйтіп жүрміз қазір. Күйеуім айтатын маған прикол ұстап, сен ойбай миллионерша ойда жүрсің ғой деп. Болдықтан ше болдық шүкір. Енді үйімізді алсақ, армандаған балалы болсақ, ойлап жүрміз, жақсы сол ниеттенген үйімізді алған соң Аллах тағала сол баланы берейін деп тұрған шығар деп, дайынға бүйтіп. Иншалла сол күнге жетіңіздер бұйырса. Әр қазақ сіз сияқты табысты болсын, қаржылай еркіндікке жетсе екен деген еді ғой. Негізі бір түсінгенім, адам қандай ой нәрсе, мысалы жаман нәрсе ойлай беретін болса, ол адам сондай да жүр. Кетеді, иә. Мен бұрын сенбейтінмін бар ғой, Инстаграмнан біреулер шықса, біреу жаңағы
жетістіктерін көрсетіп жатсам өзіне андай көңіл толмаушылық, андай нервің ауырып, как будто андай өтірік айтып жатқан сияқты болып маған көрінеді негізі. Сол үшін адам жақсы ойлау керек екен. Жақсы ойлаған сайын жақсы нәрселер тартылады екен. Мен бірінші сол криптоны бастамай жатып, тренингке бастамай жатып, психология оқығам, сабақтар психологияның 100 мыңдық сабағын алдым, 50 мыңдық сабағын алдым. Өз-өзімді дайындадым. Потому что депрессия болды күйеуімнің операциясынан кейін, неше түрлі адамдардың сөздері бар, қашан балалы боласыңдар, неге балалы болмай жүрсіңдер, неге емделмейсіңдер, күйеуіме жас қыз алмайсыңдар ма деген әңгімеге дейін барды да. Содан кейін ол сөз тиді маған, соның бәрінен кейін психологияны оқыдым, өз-өзімді дамытам дедім, мықты әйел болам дедім, бай болам дедім, и көздерін жеткізем олардың, менің әлі сынбайтын ма, мықты болатын ма, до конца әлі аяқтан тұратын ма, әлі олардың бәрі маған келеді. Сөйт айтқан адамдардың бәрі мен алдыма аяғыма келеді дегендей, өзіме сондай бір мықты жоспар қойдым. Сол психологиямен дайындалдым. Жақсы, рахмет Жадырахан. Мен вообще подкаст маған шайтсам, мынандай подкаст вообще ерекше форматта болып жатыр. Мен ішінде сізге бәрін айтып тастап отырмын. Бұл жерде отбасылық құндылықтар туралы, сынбау жайлы, бүкіл жайлы, не то что трейдинг, барлық нәрсе қамтылды деп ойлаймын. Күйеуім ғой, күйеуімнің арқасында осы уақытқа дейін мені қолдап, қорғап, мен соның арқасында осындай жетістікке мен күйеуімнің арқасында жетіп отырмын деп отырамын. Всегда басында ата-ана дейміз ғой, бойдақ кезде, қазір тұрмысқа шыққан соң күйеу. Жақсы жар табу, ол менің джекпотым болды да өмірде. Джекпотымның арқасында осындай джекпоттарға жетіп отқаным сол кісінің арқасында. Рахмет Жадырахан, отбасыларыңыз мықты, шаңырақтары биік болсын, берік болсын. Рахмет сізге үлкен. Бүгін шынайы сұхбат болды. Қаншама эмоциялар кетіп жатыр. Енді алдағы уақытта сізге бүкіл жақсылық тілейміз. Дұғада боламыз иншалла. Осылай табыстарыңыз бұл жай бір секундтық табыстарыңыз болсын, одан да мың есе арта берсін табысыңыз. Осылай ең бастысы позитив көңіл күйден таймаңыз. Алдыңызда енді ақ жол болсын. Сіздің жолыңызды барша қазақстандықтарға және табыс бойынша жақсы арта берсін, қаржылай еркіндікке жетсін, кредит болмасын, сынбасын, до конца барсын, жарты жылда тастамасын. Бұл жерде ақша бар, Американың ақшасы сіз айтқандай бәрімізге жетеді. Просто толық зерттей білу керек. Жарты жылдан тастамаңыздар, до конца барыңыздар, минус болсаңыздар да плюсқа шығуға жетіңіздер, қолдарыңыздан келеді деген келеді. Жақсы, рахмет. Бүгін бізде студияда қонақта болған біздің звезда трейдер, жұлдызды трейдер деп мақтап кеттіңіз ағай деп. Иншалла, Жадырахан ханым, рахмет. Ақпарат пайдалы болды деген үміттемін. Лайк басып, комментарий жазып, арнаға тіркелуді ұмытпаймыз достар. Рахмет үлкен. Рахмет.